барлығы жараланған. Алматыда болған автобус апатының куәгерлері. Куәгерлер Алматыдағы автобус апаты қалай болғанын айтты. Алматы тұрғыны Алсу Дүйсенбаева оқиға болған жерге жақын маңда жұмыс істеген. Түскі астан жұмысқа қайтып келе жатып, Мақатаев көшесіндегі аялдамаға жеткенде қатты дауыс естіген. Бұрылып қарағанда шаң шығып жатқаны байқалған. Жұрт оқиға болған жерге қарай жүгіріп бара бастады. Шаң тараған кезде автобус апатқа ұшырағанын көрдім. Қалай болған нақты білмеймін, шошып қалдым. Мұндайды бірінші рет көруім. Халық оқиға болған жердің маңында тұрды. Бейжай қарамағандар әйнекті сындырып, зардап шеккендерді автобустан шығара бастады. Артқы орындықтарда отырғандар көп зардап шекпеген сияқты. Қызыл футболка киген бір адам жігіт шыққанын көрдім. Анам бұл туралы білмесін деп айқайлай бастады. Жанына барып, жағдайын көмек керек пе деп сұрадым. Ол жараларын таңу керегін айтты. Әйнек сынықтары кіріп кеткен, тіпті аузынан да әйнек сынықтары шыққан сияқты. Оған майлық антисептик сөмкемде бар нәрсені бердім. Кейін жедел жәрдемге қоңырау шала бастадым. Бірақ қоңырауды алмады. 10 минуттан кейін алғашқы жедел жәрдем көліктері келді, деді Алсу. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.